Армысыздар, құрметті Неге каналын тамашалаушылар. Сіздердің назарларыңызға бүгін мен біздің заманымызда із-түзсіз жоғалған ұшақ жайлы айтатын боламын. Рейс Malaysia Airlines 370 ұшағының біздің заманымызда, яғни 21 ғасырда жоғалуы туралы оқиға барша жанды таң қалдырмай қоймасы анық. Ол ұшақ 2014 жылдың 8 наурызында Малайзияның астанасы Куала-Лумпур қаласынан Пекинге ұшып шыққан болатын. Ал ұшақта 227 жолаушы мен 14 экипаж мүшесі болған. Аталған ұшақ Вьетнамның төбесіндегі әуе кеңістігінде ұшып бара жатқанда байланыс үзіліп, ол ұшақ кері қарай, яғни солға бұрылып бағыт ала, қиғаштай кері бұрылып, Малайзия жарты аралдарына бағыт ала ұша бастаған. Ал аздаған уақыттан соң радардан мүлдем жоғалған. Біз адамзат қанша дамыдық дегенімізбен, аталған ұшақтың қалайша жоғалғанына, әлі күнге табылмағанына қарап, әлі де адамзаттың ғылым мен техникасының дамуды қажет ететіндігіне көз жеткіземіз. Аталған трагедиядан соң бірнеше апта өткенде бүкіл әлем болып әлгі жоғалған ұшақты іздеуге белсенді кірісті. Бірақ көпшілік іздеуші тараптың болжамы бойынша аталған ұшақ Үнді мұхитының үстіне, Австралияның оң жақ тарапына құлаған деп топшыланды. Мұндай топшылауға ұшақтың механикалық ақауға ұшырауы себеп болды деген теорияны алға ұсынады. Бірақ бұл теорияны да жоққа шығарады. Себебі ұшақтың ішіндегі байланыс белгілері қолдап ажыратылған және ұшақтың ұшу траекториясы да адам қолымен басқа бағытқа өзгертілген. Өте ұзақ мерзімде жүргізілген іздеу жұмыстарынан соң аталған ұшақтың өртеніп кеткен сынықтары мұхит жағасынан толқынмен жағаға шығарылған соң ғана табылған. Ал өкінішке орай ұшақтың фюзеляжы мен ең бастысы қара жәшік әлі күнге табылмай отыр. Жалпы бұл ұшақ туралы түрлі теориялар қалыптасқан. Ал сіздің ойыңызша бұл ұшақ қайда кетті, қайда жоғалды? Адам қолмен жасалған қастандық па? Жоқ әлде сіздің ойыңызша жалпы қалай? Ойыңызды комментарийға жаза кетуді естен шығармаңыз. Ең бастысы подписаться етуді ұмытпаңыз.